Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі арнайы репортажымызда қазіргі уақытта өзекті болып жатырған 14 ақпан Валентин күні туралы сөз қозғамақпыз. Репортажымызды бастамастан бұрын бұл мерекенің тарихына көз жүгіртсек. 15 сәуірде тойланатын қозы көрпеш пен баян сұлу күніміз болғанымен де әлем жұрты ғашықтар тақырыбын әулие атанып кеткен Валентин күнімен байланыстырады. Бұл сүйіктілер бір-біріне сыйлық жасап сезім білдіретін күн. Дегенмен Валентин неге әулие? Бұл күн шын мәнінде мереке ме еді және оның шығу тегі қандай? Ерте заманда Рим императоры жарлығымен 14 ақпан әулие Валентин күні деп жарияланады. Бұған себеп Валентин деген католик дінінің өкілі үйленуге болмайтын, бірақ бір-бірін сүйетін жандарды император жарлығына бағынбай некесін жасырып қиып жүрген. Осы жайтты естіген император Валентинді түрмеге жабуға бұйрық шығарады. Католикші монархтарға діни негіздер бойынша үйленуге тыйым салынған, бірақ оған қарамастан өзінің құмарлығына жол беріп, Валентин түрме басшысының қызымен кездесуге бел буады. Мұны байқаған қорғаушылар оны дарға асып өлтіреді. Содан бері христиан дінінің католик тармағын ұстанатындар 14 ақпанды ғашықтар күні деп тойлайды екен. Өйткені олардың ойында Валентин махаббаттың құрбаны болды деген түсінік қалыптасқан. Негізінде романтикалық махаббат пен Валентин арасында байланыс жоқ екені де айтылуда. 1381 жылы шыққан Parliament of Fools атты кітапқа қарағанда, Франция мен Ұлыбританияда 14 ақпан құстардың қосылу күні деп аталатын еді. Осы күні ерекшелігі себепті сүйіктілер бір-біріне ілтипатты сөздер жазылған қағаздар беретін деген тұжырымдар да бар. Тарихы мен себебі қаншама басты қатыратын болса да, қазір әлемде көптеген елде 14 ақпан ғашықтар күні ретінде тойланады. Тарихын білдік, ендігі кезекте қала тұрғындарының ойын білейік. 14 ақпан Валентин күнін тойлаған қаншалықты дұрыс деп санайсыз? Мен бұл мерекені тойлауды дұрыс деп есептемеймін. Себебі ең нағыз мерекені мен 15 сәуірдегі біздің қазақ төл мерекеміз, соны тойлау керек деп ойлаймын. Ғашықтар күніне көзқарасыңыз қандай? Жалпы ғашықтар күні менің ойымша өте жақсы нәрсе. Себебі бір-бірін ұнататын қыз бен жігіт бір-біріне әрқашанда сыйлық сыйлау керек. Мен енді осы жерде бір түсінбейтін нәрсе, тек қана бір күнге, немесе сәуірдің 14-і қозы мен баян болмаса 14 ақпан Валентин күні деп бекітуге болмайды. Қыз балаға әр күн сайын сыйлық сыйлау керек. Менің пікірімде, және де бір-бірлерін қуанту мақсатында осы күні 14 ақпан яғни бір мейрамханаға болмаса ресторанға барып бір-біріне сый-сияпат көрсетсе, ол менің ойымша өте жақсы нәрсе. 14 ақпан Валентин күнін тойлаған қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Өзіңіз тойлайсыз ба осы мерекені? 14 ақпан жалпы кеңес одағынан бері енгізілген қоғам күні ретіндегі мерекелік бірі деп есептейді. Бірақ шын дегенде біз бала кезімізде көп дүниелерді түсінбегендіктен бұл мейрамды мектептің төңірегінде жалпы өткізілген болатын. Оны біз жақсы білеміз. Тарихқа үңілетін болса, бізде де жалпы осы ғашықтар мәселесіне келген кезде әдебиет саласында болсын, кез келген ғылым саласында белгілі дәрежеде, сонымен қатар қазақ халқының тарихында ғашықтар күні болған, яғни қос ғашықтар болған, сол қос ғашықтардың күні ретінде 15 сәуірде бекіткен болатынбыз. Әрине сол себептен мен айтар едім, кірпе мейрам болғаннан кейін өзіміздің ұлттық ерекшелігімізді көрсетпейді. Сол себепті алдағы уақытта өзіміздің ұлттық нышандарымызды қатар қасиет тұтып, солардың тарих беттерін ескере отырып, оларды еске ала отырып, сол мерекені төңірегінде өткізетін болса дұрыс деп мен өзім ойлаймын. Сауалнама қорытындысымен байқағанымыздай, 14 ақпан мерекесі бүгінгі таңда жастар арасында тойлануы сан пікір тудырып жатыр. Көбісі 14 ақпан мерекесін тойлап, сүйіктісіне көңіл бөліп жатса, енді бірі жоқ, бізге бұл мерекенің қажеті жоқ деген ойда екен. Себебі сүйіктіне сыйлық сыйлау және жылы лебіз білдіру үшін белгілі бір мерекенің қажеті жоқ. Тіпті мереке қажет болғанның өзінде біздің қазақтарда ондай сылтау мейрамдар бар деген адамдар да бар екен. Осымен біздің репортажымыз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сіздерге репортаж ұнады деген ойдамыз.